Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мясо по-французски тағамын дайындаймыз. Өте тойымды, ерекше дәмді, әрі тез жасалатын тағамдардың бірі. Ал кеттік, ең алдымен картопты осылай дөңгелектеп жұқалап турап аламыз. Пиязды ұсақтап төрт бұрыштап тураймыз. Протеинімізді сумаймен майлап, туралған картопымызды тізіп шығамыз. Үстінен тұз сеуіп, майонез жағамыз. Фаршымызды алдыға дайындап аламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып, картопымыздың үстінен жұқалап қойып шығамыз. Достар, менің рецептім сіздерге ұнап жатса, лайк баса кетіңіздер. Пиязымызды да жеке ыдыста майонезбен араластырып аламыз да, еттің үстінен бір келкі қап жағып шығамыз. Және қызанақты да жұқалап турап, бетіне тізіп шығамыз. Тағы бір қабат майонез. Міндетті түрде бір келкі қап жағуды ұмытпаңыздар. Және осының бәрін қайтадан картоп қабатымен жауып шығамыз. Бұл қабаттың да бетін тұздап, майонезбен қаптауды ұмытпаймыз. Майонезді осылай кисточка арқылы жағып шықсаңыздар, тағамымыз бір келкі сочный болып шығады. 180 градуста пеште 35-40 минут пісіреміз. Дайын болған тағамымыздың бетіне үккіштен өткізілген сырдымызды сеуіп, тағы 5 минутқа духовкаға қоямыз. Ал тағамымыз дайын. Ұсынар алдында мен міндетті түрде әртүрлі көкшөптермен әсемдеп ұсынамын. Міндетті түрде менің рецептіммен осы тағамды жасап, жақындарыңызды қуантыңыз. Жақындарыңыз міндетті түрде сіздердің еңбектеріңізді бағалайтынына сенімдімін. Сондай-ақ менің арнамдағы жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп, колокольчикті басып кетуді ұмытпаймыз. Сіздердің әрбір қойған лайктарыңыз бен комментарийларыңыз маған шабыт береді.